Ой болатын болса, бүгін қыздар сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын біз болжау әдісін қолданып, болжау әдісіне көңіл бөлейік. Қалай ойлайсыздар? Не көріп тұрсыздар? Біз бүгін сабағымыз неге байланысты болады? Арайлым? Бүгін біздің сабағымыз қазақ қыздарына байланысты болады. Сол замандағы бүгінгі қазақ қыздарына байланысты. Жақсы. Тағы да кім айтады? Және біз бүгін жаңа тақырыпты өтіп, сол туралы мағлұмат білетін боламыз. Кім? Меруерт, қалай? Және де мына үшінші суретте сұрақ белгісі тұр. Яғни біз бүгінгі сабақта түрлі сұрақтарға жауап беріп, өзіміздің көкейімізде тұрған сұрақтарға жауап аламыз. Керемет. Дұрыс айтасыз. Тағы да? Не ойлайсыз? Біз мына сол жақтағы суретімізде қазіргі қазақ қызын, ал мына оң жақтағы суретте біз бұрынғы қазақ қызын көріп тұрмыз. Ендеше біз осы бұрынғы мен қазақ қызының айырмашылығымен ұқсастырмай жатырмыз. Дұрыс айтасыздар. Тағы да қалай ойлайсыздар? Не? Жақсы. Дана? Жазбаша жұмыстармен жұмыс жасауымыз керек. Бізде суретте Жазбаша жұмыстарды жасауымыз мүмкін, иә? Қалай ойлайсыздар? Қандай жазба жұмысын жүргізуіміз мүмкін? Тағы да, аялым, тағы да кім? Аялым айтын. Мысалы, эссе немесе өзіндік жұмыс, тапсырмалар. Дұрыс айтасыздар. Дұрыс. Сіздер болжау әдісін дұрыс айттыңыздар. Яғни біз сабағымызда осындай мәліметтермен танысатын боламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың эпиграфы Ахмет Ибн Фарабидің сөзімен бастағым келіп тұр. Бақыт жолы білімнен табылады. Бақыт жолы білімнен табылады. Яғни біз бұл эпиграфқа сабақтың соңында қайтып оралып, не себепті біз осы эпиграфты алдық, соған қайтып оралатын боламыз. Иә, дұрыс айтасыздар. Болжау әдісін біз өте дұрыс айтып өттік. Олай болатын болса, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы Жүсіпбек Аймауытов. Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романымен танысатын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, біз әр сабағымызда төңкерілген әдісті қолданамыз. Төңкерілген әдіс, мен сіздерге алдын ала осы тақырыпты оқып келуге берген видеон. Сіздердің қолдарыңызда силабустар бар. Сіздерде сол силабустан және де тың мәліметтерді өздеріңіз өз беттеріңізбен жаңағы оқып келді деген ойдамын, иә? Келесі сабағымыздың мақсатымен танысып өтейік. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну және де көркем шығармадағы көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы өзіндік пікірін қосып, шығармашылық жұмыс жасайтын боламыз. Яғни шығармашылық жұмыс бүгін 1 минуттық эссе жазамыз. Енді біз әдебиет теориясына оралайық. Біз бұған дейінде роман дегеніміз не? Романмен танысқан болатымыз, иә? Соны қайтадан есімізге түсіріп, роман дегеніміз не? Есімізге түсірейікші, кәне, кім айтады? Так, жақсы, Диана. Кәне, Диана. Роман дегеніміз жаңағы сюжеттің күрделі, көпжелілі, кең танысты, кейіпкерлердің жаңағы өмір баяны, сол жердегі аумақтарды қамтитын кең көлемді эпикалық шығармаларды айтып болады. Жақсы, рахмет. Келесі, біз енді осы сабағымызбен жұмыс жасау үшін біз топқа бөлу арқылы жүргіземіз. Топқа бөлу бізде QR код арқылы бөлінеді. Және алдыларыңыздағы бөлінген QR код арқылы әркім өз тобын таңдайды. Жаңа QR код арқылы топқа бөлінді. Енді әр топтың өз басшысы болады. Бізде бірінші топта басшысы аялым сіз болыңыз. Екінші топта Меруерт. Мына өздеріңіз көріп отырған бағалау парағын қойып отырасыздар. Бұл бағалау парағын бағалағаннан кейін маған өткізесіздер. Мен де өз балдарымды қосып, өзімнің бағалауымды шығарып, электрондық журналдан балдарыңызды көре алатын боласыздар. Енді бізде сабағымызда кіру билетін толтырайық. Сіз бүгін не білгіңіз келеді? Алдыларыңызда қағаз тұр. Осы жерге өз ойларыңызды жазып өтсеңіздер. Сіз бүгінгі сабақта не білгіңіз келеді? Кәне, Меруерт, не білгіңіз келеді? Айтып жүріңізші ойыңызды. Мен бүгінгі сабақта жалпы осы Ақбілек романымен толығымен танысып, және оған түрлі тапсырмалар орындағым келеді. Мысалы, біз Ақбілек романын оқығанымызбен, оған мысалы композициялық талдау жасамадық. Соны мен білгім келеді осы сабақта. Жақсы, тағы да кім ойын айтқысы келеді? Динара, жақсы. Мен бүгінгі сабақта Ақбілектің өмір баянымен толық танысқым келеді. Яғни олардың оқиғалары немен бітті, соны білгім келеді. Назерке, сіз қалай ойлайсыз, не білгіңіз келеді? Мен бүгінгі сабақта Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романымен толықтай танысқым келеді. Және де Ақбілектің, яғни сол замандағы қазақ қыздарының өмірімен
өз ойларыңызды осы кім билетіне жазып қойыңыз. Қоя қалғанымыз олай болатын болса, қыздар, сіздер көп мәлімет білгілеріңіз келеді екен. Композициялық талдау жасап көрейік шығармаға. Оқиғаның басталуы, байланысы, дамуы қараймыз тақтаға, құрылысын талдаймыз. Композициялық құрылысын талдаймыз. Қалай ойлайсыздар, кім оқиғаның баяуын? Оқиғаның бастауы Ақбілектің ауылынан шабуыл жасауы және де Ақбілекті алып кетуі. Тағдырдың жауап береді. Оқиға неден баста? Оқиғаның байланысы келесі. Дана? Менің ойымша оқиғаның байланысы бізде Ақбілектің үйіне офицер келгеннен кейін сол офицердің Ақбілектің үйінде сол сюжеттің дамуы деп ойлаймын. Жақсы. Келесі оқиғаның дамуы. Диана? Оқиғаның дамуына Ақбілектің сол қара мұртыға үйленуін жатқызсақ болады, және де сол қара мұрты мен сары мұртының бір-бірімен сол Ақбілекке таласып бір-бірімен төбелесін айтсақ болады. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Тағы ары қарай, тағы кім кәне жауап береміз? Айтамыз. Оқиғаның шарт бөлшегіне біз орыс офицерінің соғысқа кетіп, Ақбілектің өз үйіне қашып кетуін айтсақ болады. Және де біздегі соңғы құрылысы ол немен аяқталды? Шешімі қандай болды? Міне осы туралы жауап бере көрейікші. Шешімі қандай? Кәне тағы да айтып біледі. Айдана, айтыңыз. Оқиғаның шешімі Ақбілектің қалаға білім іздеп барып, білім алып ауылына қайтуымен өтеді. Жақсы, Динара, айтыңыз. Оқиғада Ақбілек қаладан білім алып келгеннен кейін ол өзінің жеңгесімен тұрған кезде бір кішкентай баланы көреді, яғни ескендірді көреді және жеңгесіне айтады, мына бала менен алмайды екен деп айтады. Сол кезде Ұрқия айтады, бұл мүмкін сенің балаң шығар деген сияқты айтады. Жақсы, дұрыс айтасыз, керемет. Дұрыс айтасыздар. Сіздердің жаңағы оқиғаның композициялық құрылысын талдап өттік. Енді тақтаға назар аударып, шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын қарап өтейік. Оқиғаның басталуы, бізде оқиғаның басталуы неден басталды? Патша әскерінің лаңы, өте дұрыс айттыңыздар, сіздер жаңа Ақбілекті ақ солдаттарының алып қашуы. Міне бізде оқиға осыдан басталды. Ал оқиғаның байланысы, кәне, тағы да айтайықшы, кім? Бізде айтыңыз, Назеке. Оқиғаның байланысында жауап тобында мазақ қастауы қазақ қызы туралы айтылған. Қара мұрт офицердің әйел ұстауы, оқиғаның дамуы, тағы да кім айтады, айылым? Оқиғаның дамуы Ақбілектің бостандыққа ұмтылуы, сонымен қатар ел бетін Кореяға қайтуы. Шиеленісуі? Оқиғаның шиеленісуі ол әкесінің Ақбілектен қашқақтауы, кәпірдің қолына түсіп қатын болған деген ауыз сөзі. Және оқиғаның шарықтау шегі сонымен бізде немен аяқталды, Арайлым? Оқиғаның аяқталуы ол бізде Ақбілектің қалаға барып білім нәрмен сусында өзінің балташпен бақытты өмір сүруімен аяқталды. Керемет, дұрыс айтасыздар. Жақсы. Міне біз осымен шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдап өттік. Ақбілектің бойынан өмірінде болған жағдайларын біз талдап өттік. Келесі бізде енді біз сабағымызды біз креативті матрица әдісі арқылы осы Ақбілек романы туралы білетін боламыз. Креативті матрица әдісінде біз шығармадағы көтерілген негізгі мәселелер қандай? Сол негізгі мәселенің кейіпкері кім? Және оның шешу жолы қандай? Креативті матрица әдісі арқылы осы тапсырманы орындап көрейік. Кәне, сонымен шығармадағы негізгі көтерілген мәселелер қандай болды? Тағы да Меруерт, тағы да. Қазірде сіз айтыңызшы, кәне. Шығармада көтерілген негізгі мәселелерге Ақбілектің әкесінің өзінен теріс айналуы болып саналады, және де бұл жерде кейіпкерлер Ақбілек пен Ақбілектің әкесі Мамырбай болып саналады. Және де шешу жолына осы қиын сәтте, яғни әкесінің өзінен қызына теріс айналуы болып саналады. Егер мен әкесінің орнында болатын болсам, өзім баламды өзінің тұсыма қондырамын. Жақсы, дұрыс айтасыз. Шешу жолы, сіздің шешу жолыңыз осындай болар еді, иә? Жақсы, тағы да Меруерт, кәне, келесі сізге қандай шығармада көтерілген негізгі мәселе ол Ақбілекті сол орыс офицерінің ұрлап алып қашып кетуін алсақ болады. Ал ол жердегі кейіпкер сол Ақбілек және де қара мұртты кейіпкер ретінде аламыз. Ал шешу жолына келетін болсақ, егер де бұл әрекетті біз былай шешетін едік. Мұқаш егер де сол Ақбілекті офицерға бермеген кезде, айтпаған кезде, бұл мәселе болмайтын еді деп ойлаймыз.
жақсы. Кәне тағы да бір жауап берейік. Кәне кім айтыңыз? Дана. Барлық ақпараттың жиынтығы ол қыз баланың сол уақыттағы теңсіздігі болып саналады. Тағы да ол жердегі кейіпкерлер кім, Дана? Бұл жердегі кейіпкерлер Ақбілек және Ақбілектің әкесі Мамырбай және Қарамұрт. Енді бізде келесі тапсырма бұлым түймедағы. Бұлым түймедағы арқылы біз сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұлым түймедағы бірінші сұрағымыз біздегі романдағы басты кейіпкерлер кім дейді? Кім айтып қала бересіздер? Басты кейіпкерлер кім? Дана? Романдағы басты кейіпкер өзі шығарманың аты айтып тұрғандай Ақбілекті айтсақ болады, Ақбілектің тағдыры туралы айтсақ болады. Жақсы. Екінші сұрағымыз қалай ойлайсыздар? Неліктен автор осы романды Ақбілек деп атады? Кім айтады? Кәне қыздар, тағы да жақсы. Айым кәне. Романның Ақбілек деп аталу себебі романда Ақбілектің өмірі және Ақбілектің өмірде кездестірген қиындықтары жайлы айтылады. Дұрыс айтасыз. Ал келесі біздегі сұрағымыз автор Ақбілек бейнесі арқылы қандай идеяны беруді көздеген? Бізде келесі сұрағымыз, егер сіз автор болсаңыз, шығарманы қалай өрбітер едіңіздер? Қалай өрбітесіздер? Жақсы, арайлымызды жауап беріп көріңізші осы сұраққа. Егер де мен автор болатын болсам, шығарманы өрбітер едім. Неліктен? Себебі Ақбілектің баласы Ескендір, ол Қарамұрттың, яғни офицердің баласы болғандықтан, сол өскеннен кейін, сол бала өскеннен кейін ауыл адамдары оны бұл халық жауының баласы, бұл орыстың баласы деп, сол баланың тағдырын солайынан ары қарай өрбітіп жазар едім. Яғни сіз сол баланың тағдырымен өрбітер едіңіз, иә? Жақсы, рахмет. Арайлым, келесі бебек. Сонымен біздің енді осы сабағымызды өрбіту үшін, әрқайсысты қорыту үшін жеке жұмыс жасап көрейік. Эссе жазамыз. Эссенің тақырыбы 1 минуттық эссе Ақбілектің өз бақытын табу жолындағы күресіне қандай баға бересіз? Осы жайында 1 минуттық эссе жазайық. Бастаймыз. Сонымен 1 минутымыз өтті. Эссе жазып үлгердік па? Кәне, кім оқиды эссе? Кәне, кімнің эссесі дайын? Ажар. Эсседе Жүсіпбек Аймауытов өз романында қазақ қызының күрделі тағдыры туралы баяндады. Тағы кім оқиды? Тағы да Айшуақ. Кәне. Ақбілектің өз бақытын табу жолындағы күресі өте ерекше. Неге десеңіз, Ақбілек басынан өткен барлық қиыншылықты ескеріп, қанша қиыншылық қате болса да, жолдан адаспай өз жолын тапты және соңында өз махаббатына сүруге қойды. Енді осы көңіл күйімізді көтеру үшін бүгінгі тақырыбымыз да қазақ қыздарына байланысты болды ғой. Қазақ қыздарының тағдырына байланысты болды. Енді көңілімізді кішкене көтеріп, сабағымыздан алып, Нұрлан Өнербаевтың "Мен қазақ қыздарына қайран қалам" өлеңін бірге қосып айтып көрейік. Ерліктің қос қанаты деп білемін, аяулы әлиямен мәшһүрмін деп білемін, аяулы әлиямен мәшһүрмін. Тапсырма жазып алайық. Үйге тапсырманы Джек Лондонның "Әйел 40 жанды" әңгімесін екі шығармадағы әйелдер бейнесіне талдау жасау арқылы Ақбілек пен Бассуқ тағдырын не байланысты? Міне осы сұраққа жауап жазып келеміз. Келесі сабақта үйге тапсырма. Қосымша мәліметтер беріліп тұр сіздерге, сілтемелер берілген, сол сілтемелерден өз ойларыңызды жазып келесіңдер.